Жекпе-жек маусымның 20-сы болады. Дәл қазір мен өлгенше қорқып тұрмын. Бірақ жекпе-жек жақындаған сайын мен азырақ қобалжимын. Және де мен рингке аяқ басқанымда барлығы бітеді. Мен басқа қобалжымайтын боламын. Мен ол кезде қорқыныш сезімін сезбеймін. Тек ол қобалжып қорқуын бастайды. Mikey, your hands can't hit what your eyes can't see. Жақында өткен Майк Тайсон мен Джейк Полдың пресс-конференциясының қазақша аудармасын естігіңіз келсе, осы каналға тіркеліңіз және де комментарияға өз ойыңызды жазыңыз. Кім жеңеді, Майк Тайсон ба, немесе Джейк Пол ма?